Еліміз егемендік алғалы 4.000-нан аса үлкенді кішілі футбол алаңдары салынып, бүгінде 160 мың адам ала допты ұршықша үйруде. 2022 жылға дейін жасөспірімдер футболын дамыту бағдарламасы қабылданып, қарқынды жүзеге асуда. Бұл туралы бүгін Елордада өткен УЕФА ұйымының кезекті 38-ші конгресінде үкімет басшысы Серік Ахметов мәлімдеді. Айтулы шараға УЕФА президенті Мишель Платини, ФИФА басшысы Йосеф Блаттер сынды әлемге әйгілі тұлғалар мен футбол федерацияларының өкілдері қатысты. 60 жыл бұрын құрылған УЕФА-ның алқалы бас қосуы дәстүрге айналған шара. Теңбіл доптың хас шеберлері футболға қатысты өзекті мәселелерді талқылап, нақты шешімдер қабылдайды. Бұл тұрғыда жыл санап алға басып келе жатқан жерлестеріміздің де аяқ алысы жаман емес дейді премьер-министр. Себебі бұқаралық спортты дамыту барысында үкімет тарапынан нақты қолдау көрсетіп жатыр. Казахстан первым среди стран СНГ принимает конгресс УЕФА. УЕФА конгресі ТМД елдер арасында Қазақстанда алғаш рет өткізіліп отыр. Қазақстанның ФИФА ұйымына қосылғанына көп бола қоймаса да, бұл шешім бір ауыздан қабылданды. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. 100 жылдан астам тарихы бар Қазақстан футболы қазір қарқынды дамып, спорттың бұл түріне деген қызығушылық артып келеді. 60 жыл бұрын УЕФА құрылған кезде осы ұйымның кезекті 38-ші отырысы Қазақстан атты керемет елде Астанада өтеді деп кім ойлаған? Біз әр елде футболдың дамуына қолдау білдіреміз, әсіресе қарапайым халықты тартуға тырысамыз. Өйткені футболды халық бар ынтасымен жақсы көреді, ал біз оның дамуына септігімізді тигізуіміз керек.